Все, запись жүріп жатыр. Так, ал балалар, бірінші сыныпта бар ма шығарғандарың? Ержан дауыс шықпай жатыр. Жоқ па? Так, бірінші сыныпты қалай шығарамыз, балалар? Біз мына жақта әшейін жұптарға бөлеткенбіз. Жұптарға, пара. Мысалы, вот қараңдар, мына жақта 1, 2, 3, 4, 5, 2017-ге дейін, и потом 2017-тен 1-ге дейін. Иә? И ортасында 2018 деген нәрсе бар, иә, міне, ортасында. Және сендер мына жақта әшейін параға бөле аласыңдар. Мысалы, 1-мен 2017, мына бір пара. 2-мен 2016. Вот екеуін қоссақ қазір қанша болып жатыр? Иә, қарам, 1-мен 2017, 2018 береді. 2-мен 2016 тоже ол да 2016, 18 береді. Иә? Келесі 3-пен 2015 тоже 2018 береді. И ең соңында 2017-мен 1, ол да 2018 береді. Понимаешь? И, и соңында тағы да бір, ортасында 2018 бар ғой, соны да бір жаза салайық. Енді санаймыз. Жалпы қанша бізде 2018 осындай штук пайда болды? Қалай ойлайсыңдар? Қанша штук? 2017. 2019 емес, 2017 емес. 2017, иә, ол парочкалар ғой, иә, парочкалар, мынау. Ортасындағы 2018-сіз 2017 штук, иә. Бірақ еще тағы да біреу бар емес па ортасындағы? Значит, жалпы қанша штук? 2018, 2018. иә, и көбейтеміз бұны қайттан 2018-ге. Типа 2018 рет 2018 қосылды. Болды. И енді ең оң жағында көріп тұрмыз, міне, бөлу 2018 дейді. Бөлу 2018. Онда мына жақта 2018-дің біреуімен қысқарып кетеді, и жауап қайттан шығады 2018. Жауап Д. Болды, есеп шықты. Келесі есеп 2. Мынаны шығарған бар ма? Мен Аха, Мұхаммед, айта ғой, қалай шығардың? ең соңында 5-ке 5-ті көбейттім, себебі алдында тұрады 1, 3, 5, 7, 9 сандар. Ал артында 0, 2, 4, 6, 8. Жоқ. Бізге айтып жатыр ғой. Барлық цифрлары тақ дейді, барлық. Яғни барлығы тақ болу керек. И 2 таңбалы сандар бар. Біз бұндай есептерді қалай шығаратын едік? Қандай әдіспен? Яшықтар әдіспен, яшық. Яғни ячейка ғой, орысша ячейка, яшық. Бізге 2 таңбалы сан керек болса, значит 2 яшық керек міне. Осы яшықтарға цифрларды енгіземіз. Енді бірінші яшыққа біз қанша тақ цифрларды қоя аламыз? Қаншаны қоя аламыз? 5. Дұрыс, бүкіл барлық 5-ін қоя аламыз. 1, 3, 5, 7, 9, иә, міне 5 тұр ғой міне. Мұхаммед айтып жіберді ғой, қазір ғана айтып шыққан. Енді мына жақта жақшаның ішіне айтып отыр. Цифрлары қайталанбайды. Қайталанбау керек. Яғни бұл біз бұндай есепті балалар сіздермен алдыңғы суббота күні шығардық қой, сенбі. Бұдан да қиын есептер шығардық қой. Ондай болса, қайталанбайтын болса, мысалы сендер мына бірінші орынға бір цифра қойып қойдыңдар, иә, мысалы. Мысалы бір цифра қойдыңдар. Демек, екінші ячейкаға қанша вариант қалады? 4. 4 болды. Енді бір-біріне көбейтелесіңдер, жауап 20 шығады. Болды, жауап Д. Егер де мына жақта цифрлары қайталана береді деп айтса, иә, ондай болса 5 көбейту 5 болатын еді. 25 болатын еді. Так, жақсы, келесі есеп 3. Мынаны бар ма шығарғандарың? Неде 0 шықты? 0 дейсің ба? Жоқ, 0 қате. Жоқ, 2. 2 шығу керек, иә? Неге 2? Анандай шығарды. 0,
яғни 16 деген ол төртке бөлінеді ғой балалар, иә, міне төрт. Яғни мына әр төрт сайын, мына кубик бар ғой, мына квадратик. Әр төрт амал сайын не істейді? Қайттан өз орнына келмей ма? Дұрыс па? Қайттан сол бұрынғыдай болып кетеді. Әр төртеу сайын. Значит, 16 бітті ғой, 16 біткен кезде мына жақта не болады? Тура сол баяғыдай болады, бұрынғыдай болады. Бастапқыдай, точнее. Яғни 7, 1, 2, 0 болады. Бұл 16-шы әрекет. А мынау уже қараңдар. Не? Келесі әрекет қой мынау уже. Понимаете? Вот, значит, ол не болып кетеді қайттан? Значит, 2 көтеріліп кетеді мына жерде. 2 болады, 0 болады, 7, 1 болып кетеді. Сол үшін жауап D болады. 2. Так, есеп 4. Так, есеп 4. Бар ма шығарғандарың? Иә, 69. Неге? Жай 180 градусқа бұрамыз, қалады. 69. Дұрыс. Қайттан тура сол болып кетеді. 69-ды біз екеуін де бірге айналдырып жатырмыз, балалар. Яғни мына жақта бөлек-бөлек емес, екеуін бірге айналдырып жатырмыз ғой. Типа былай ғой, міне былай. Сонда 9 әшейін 6 болып кетеді, 6 былай 9 болып кетеді. Қайттан 69 шығады. Так, я дұрыс, молодцы. Есеп 5. Мына жақта бір тізбек бар, заңдылық бар негізі. Сол заңдылықты байқағандарың бар ма араларында? Немесе жауап қандай болады деп ойлайсыңдар? 7. Ой. Ондай вариант жоқ қой. Так. Жақсы, мына жақта заңдылық табайықшы бірінші, балалар. Қандай заңдылық көріп тұрсыңдар? Төрт шығады. Неге 4? Анда 6 сан, 6 2018-ге бөлеміз. Қалдық шығады 2. Екінші сан 4. Дұрыс. А неге 6-ға бөлесің? 6 санға қайталана береді. Дұрыс. Себебі қайталану бізде 6 сан сайын қарасыңдаршы, балалар, міне. 5, 4, 3, 7, 1, 2. И қайттан басталып жатыр сол, қараңдар, иә? 5, 4, 3, 7, 1, 2. И мына жақта қайттан бәрі қайталанып жатыр. Яғни бізде мына жақта период деп аталады. Период 6-ға тең. Яғни әр 6 сайын қайталана береді. Қарапайым не ғой? Апталар сияқты ғой, апта. Мысалы, бүгін бізде сәрсенбі ма? Мысалы, 7 күннен кейін қайттан сәрсенбі болады. 14 күннен кейін қайттан сәрсенбі болады. Мысалы, 77 күннен кейін қайттан сәрсенбі болады дегендей ғой. Себебі 7-ге бөліп жатырмыз. А мына жақта біз 6-ға бөлеміз. Демек 2018-ді 6-ға бөлгенде қалдық қандай шығады? Соны анықтау керек бізге. Так, 20-ны 6-ға бөлсек бізде 3, 18, 21. Бір қалдық. 18, 38. 38-ді 6-ға бөлсек қалдық. 2 қалдық. Значит, 2 қалдық деген сөз. Значит, біздің 2018 сан мына осы қайталанулардағы екінші орында деген сөз. Яғни екінші орынға түсіп кетеді. Значит, ол 4, я, 4 деген сан болады. Жауап дұрыс. Болды, балалар. Яғни осылай шығарасыңдар. Бұл қатты қиын емес негізі. Келесі есеп 6. Так. 6-ның бар ма шығарғандарың? Жоқ. Ешкім шығарған ма? Оқыдыңдар ма хотя бы? Ну, давайте, Мержан, оқи ғой. Не деп жатыр? Мұғалім 3 қораптың әрқайсысына бір түсті доптан бір-бірден салып, Арай, Гаухар, Парасат, Бесен атты 4 оқушыға әр қорапта қандай түсті доп жасырылғанын айтқызды. Арай бірінші қорапта. Тоқта, Мержан, қазір мына жерде бірінші сөйлемнің өзінен ақ давайте бірінке түсініп алайық, что-то мен. Яғни мұғалімде 3 қорап бар, иә? Сондай ма?
иә. Үш қорап бар. Давайте сол қораптардың суретін салайықшы. Міне. Бір қорап, міне екінші қорап, и үшінші қорап. И әрқайсысына бір түсті доптан бір-бірден салып. То есть мына жақта бір доп бар, мына жақта бір доп, екінші доп, үшінші доп. Үшеуі үш түрлі, получается. Сондай ма? Иә. Так, мына жақта мысалы, әзірше білмейміз, қандай түсті. Окей. Түсіндік. И оны төрт оқушыға, Арай, Гаухар, Парасат, Бейсен деген төрт оқушыға қандай доп жасырғанын айтқызды дейді. Түсінікті. Ары қарай оқи бер. Мейіржан, оқи бер. Ой, қазір. Бірінші қорапта Арай, бірінші қорапта сары доп, екінші қорапта қара доп, үшінші қорапта қызыл доп бар екенін айтты. Оқи бер, ары қарай. Гаухар бірінші қорапта сары доп, екінші қорапта қара доп, үшінші қорапта жасыл доп бар екенін айтты. Ал Парасат бірінші қорапта күлгін доп, екінші қорапта сары доп, үшінші қорапта көк доп бар екенін айтты. Болды ма сонымен? Басқа шарт? Не понял. Қалай сонда? Сұрақ қандай сонда, сұрақ? Түсінбей жатырмын. Балдар. Сұрақ что-то мен түсінбей жатырмын. Варианттарда да қарасаңдар, непонятно. Сары, сарғыш, көк. Так, балалар, мынау есепте кішкене андай байқасаңдар, қараңдар, иә. Бейсен туралы ештеңе айтылған жоқ. Байқасаңдар, иә, мысалы, бейсен ештеңе айтқан жоқ. И бірінші қорапта біреу сары доп дейді, біреу күлгін доп дейді, біреу қайттан сары дейді. Екінші қорапта вообще тоже қайталанып жатыр. Үшінші қорапта қызыл, мына жақта жасыл дейді. Яғни не деген сөз бұлар? То есть бұлар әдейі өтірік айтып жатыр, немесе ұмытып қалды. Яғни оның бәрі шартта негізі айтылу керек есепте, ше? Мысалы, былай айту мүмкін. Оқушылар тек қана немесе тек қана бір ғана қорапты дұрыс айтты, қалғандар білмейді деп, кішкене шартты былай дұрыс айту керек та, до конца. Яғни мынаның үшеуі де бәрі шын айтып жатыр, дұрыс айтып жатыр деген сөз емес. Окей? Вот, сол үшін мынау шарт кішкене толық емес балалар есепте. Ладно, ештеңе етпейді. Есеп 7-ге өте береміз ары қарай. Так, Мұхаммед, 7-ні оқи берсін. Мынау сендердің бүгінгі жаңа есептерің ғой. Ал, давай. Көп қабатты тұрған үй кешенінде тұрады. Ол баспалдақпен әр қабатта көтерілуге 3 минут уақыт жұмсайды. Ал түсуге әр қабатта үшін 1 минут уақыт жұмсайды. Ол таңертең 8:45-тен бастап бірінші қабаттан көтерілді. Ең жоғары қабатта жетіп іле-шала демалмастан қайта төменге түсті. Ол 9:49-да болғанда бірінші қабатта болған болса, онда осы көп қабатты тұрған үй неше қабат? Яғни, балалар, бұндай есептерді сендер қалай шығаруларың керек десе, давайте өздерің кішкене тырысыңдар. Яғни сендерде вот мынау бірінші қабат. Яғни бастау. Мынау екінші қабатқа. И бұл қанша минутта жетеді дейді, көтерілген кезде? Көтерілсе 3 минутта жетеді. Екінші қабатқа. Понимаете, вот үшінші қабатқа. Сөйт, солай. Ол ең жоғарғы, мысалы, допустим, білмейміз, да? Мысалы, х-інші қабат болсын.
и әр 3 минут кетеді, и одан кейін вот жетті ғой, енді артқа түседі, артқа. Міне артқа түседі. И жалпы сонда уақыт 9:49 дейді. То есть мына жақта 8:45, 9:49. Онда сұрақ сіздерге, жалпы қанша уақыт, қанша минут жүрді біздің баламыз? Арман деген. 1 saat 5 minut. Қанша минут? Минутпен санасақ қанша болады, балалар? Айтсаңызшы. 8:45 пен 9:49 арасы қанша минут? 64 minut. 64 минут, окей. Яғни оның барлық жолға 64 минут жүрді. Қайтадан айтам, балалар, жоғары көтерілу үшін 3 минут, ал төмен түсу үшін 1 минут уақыт жұмсады. Давайте кішкене ойланып көріңдер. Сіздерге уақыт берейін. Он жеті. 17 неге? Айта бер, неге? Мен 1-ді 3-ке қостым, сосын 45-ке 4 қоса бердім, 9:49-ға дейін. Сонда қанша болды? 17. Жоқ, сенде 16 шығады ғой. Негізі дұрыс шығар, не, молодец. Мына жақта негізі қалай жасауымыз 45. керек, негізі. Мұхаммед уже шығарды, молодец. Итак, давайте, балалар, өте мұқият қарайық тақтаға. Міне сендерде жалпы x этаж болсын, иә? Ондай болса, этаждардың арасы бар, арасы. Қанша штук болады? Яғни x минус 1 болады. Яғни 1 төмен ғой, 1 сан төмен. Потому что бізге аралар керек, иә? Әр этажның арасы. Сонда жалпы x минус 1 болады. Немесе давайте, Мұхаммед сияқты шығарайық міне. Жалпы кез келген этажның арасы қанша минут болады ол? Әрі бері көтерілу үшін 4 минут болады, иә? Яғни жоғары 3 минут, төмен 4 минут. Окей. Ондай болса бізде жалпы 64 минут өтсе, онда 64-ті 4-ке бөлсек, сонда бізде не шығады? Осындай аралықтар шығады. Понимаете? Сонда қанша шықты 64 бөлі 4? 16 шығады. Яғни бұндай аралықтар 16 штук. Демек, ең жоғарғы этаж ол қандай болады? 17-ші. 17. Я дұрыс 17-ші болады. Потому что қанша аралық болса, келесі этаж 3-ші болады. Мысалы қарап, мысалы 1 аралық, это значит 2 этаж деген сөз. 2 аралық болса, ол 3 этаж. 3 аралық болса, ол 4-ші этаж. 16 осындай аралықтар болса, яғни этаждардың арасы ғой, арасы деген, осы аралық деген нәрсе осы. Значит, 17 этаж болады. Все, болды, есеп оп-оңай ғой міне. Шықты. Так, келесі есеп 8. Теңсіздік орындалатындай етіп, бос клеткаларға 1, 2, 3, 4, 5 цифрларын қайталамай, неше тәсілмен орналастыруға болады? Так. Ну, балалар, попробуйте өздерің. Мына ішіне, клеткалардың ішіне осы 1, 2, 3, 4, 5 деген цифрларды қойып, қанша тәсіл шығады сендерде? Соларды санау керек. Тапсырма түсіндер ғой, балалар. Ну, давайте бастайық. Ортасына, балалар. Қандай цифра қоюларын керек ортасына? Ортасына 1. Да. Мгм.
Ал екі шетіне ше, мына жерге, мына жерге. Мұнда үшті қоюға болады. Үшті. Ну, давайте, ладно, үш. Онда мына жақта не болады уже? болады. Екі болады. Мысалы, 4 пен 5. Иә. Сосын бұл бірақ вариант қой. сосын Сол барлық варианттарды өздерің қарастыра беріңдер, иә, дәптерлеріңе. Мынау мысалы бірақ вариант бұл. Біреу кетті. Бізге тағы да көбірек керек. ағай Ау, үш шығады. Үш. жоқ, 3-тен көп шығады, ойбай, қайда ғой? Неше? Менде уже 3 вариант шықты міне. Тағы да шығарамын қазір. Так, санадыңдар ма, балалар? 6. Иә, дұрыс, 6 шығады. Иә, болды, осы ғой, балалар. Басқа варианттар жоқ сендерде. 6 болады. Сендер осы варианттарды жоғалтпас үшін, жоғалтпауларың үшін, сендер теңістіктің бір жағын шейін қарастырасыңдар, яғни сол жақты қарастыра саласыңдар. Мысалы, бір, одан кейін 2, одан кейін 1, 2, 1, 2, то есть 1, 2-ден кішкентай ғой, соның барлық варианттарын қарастыра саласыңдар. Одан кейін 2 емес, уже 3-ті қарастырасыңдар, иә, міне, 1, 1, 3, міне. Вот. Одан кейін 1 мен 4 қарастырасыңдар. И болды, басқа варианттар жоқ. Мынау оң жақтары оп-оңай шығып кете салады. Потому что 2 қана цифр қалады ғой. Болды, жалпы вариант 6. Так, келесі есеп 9. Міне есеп 9. Айлан оқысам бола ма? Айта бер. Құрылыс фирмасы үш жеткізушісінің біреуінен 40 куб метр тақтай сатып алу керек. Жеткізу шарты және бағалары кестеде келтірілген. Так, и бізге не табу керек? Не табу керек? Ең арзан болатын құнны табу керек. То есть бізге табу керек ең оптимальный вариант қой, ең жақсы вариант. Так, балалар, мына жақта бір кішкентай опечатка бар. Мына жақта 215 мың емес, 21 500 негізі. Жарай ма, мына кішкене қателеу негізі. 21 500 болу керек. Итак, давайте кестені дұрыстап қарайық, балалар. Жеткізуші А, Б, В, яғни бізде 3 жеткізуші бар, яғни 3 тариф бар. Тақтай бағасы әр куб метр үшін. Яғни метр куб деген нәрсе ол не? Ол 1 деген куб қой. Яғни ұзындығы, ені, биіктігі 1 болатын куб. Я, бізге қанша куб керек екен? 40
керек, иә? Енді айтып жатыр, егер де мынау бағалары болса және жеткізу бағасы ауыса береді да, жеткізу бағасы. Біреу 50 мың, 51 мың, 41 мың, 41 мың дейді. Бірақ мына жақта қосымша шарттар да бар екен міне. 750 мыңнан асса жеткізу тегін дейді. Ал мына жақта миллионнан асса жеткізу тегін дейді да, ондай болса. И значит біз әр шартты қарастырып не істеуіміз керек? Санауымыз керек та, қанша теңге құртамыз, соны санау керек. Итак, давайте А вариантын санасақ. Немене көбейтеміз алдымен? Не санауымыз керек? А вариантын санау үшін 21 мыңды 40 куб метрға көбейтеміз. Так, ал давайте көбейтшілік тестес. 4 көбейті 21 қанша болады? 84. 84 и 5, жоқ, 4 нөл қосамыз міне. Яғни бізде шықты 840 мың. И еще плюс қосамыз жеткізу. 51 мың. Сонда бұл қанша болады сонда мұның бәрі? Қоссақ. 891 мың. 891 мың теңге, я кетті? Иә. Болды. Все, дұрыс, болды. Бұл А вариант. Окей. Енді давайте санаймыз сендермен Б вариантты. Тура сөйтіп. Да, тура солай. Өздеріңіз санап көріңдер. Мен тақтаға жаза беремін. Сендер дәптерге шығара беріңдер. Так, ну, бар ма шығарғандарың до конца бәрін? Так, міне Б вариант сендерде былай шығу керек еді. 960 мың шығады. Бірақ мына жерде шартты оқысаңдар 750 мың теңгеден асса жеткізу тегін дейді. Итак, мына асып тұр. Значит, Б вариантқа біз жеткізу бағасын қоспаймыз. Значит, осылай қала береді. Енді Б вариант. 40 көбейтеміз 21 мың жарым. Сендерде шығады. Балалар, үйлерінде отырсыңдар ғой, калькулятормен қолдана беріңдер. Сендерде шығады міне 860 мың. Бірақ бұл шартта қарасаңдар, миллионнан аспайды ғой. Аспай қалды. Демек, жеткізу құнын оған қосамыз. Қоссақ, бізде 901 мың шығады. Енді осылардың арасынан ең арзан, ең тиімді қай вариант болып тұр сонда? А. Дұрыс. Все, сол вариантты іздейміз. Ол бізде вариант міне Д екен. Д-ны белгілейсіңдер. Болды. Бар, қиын емес қой есеп. Әшейін дұрыстап санау керек. Так, келесі есеп 10. Егер сағат тілі әр күн сайын 10 минутқа қалып отырса, қанша күннен кейін сағат дұрыс уақытты көрсетеді? Қанша күннен кейін? Ну, қалай ойлайсыңдар? Яғни, вот, мысалы, былай ғой, сендерде сағат бар, қарапайым, домалақ сағат. Давайте былай істейін.
И мысалы, допустим, былай болу керек қой, мысалы, старт, мына бастамасы ғой. Бастамасы, допустим, қазір 00:00. Бірақ ол бізде көрсетіп отыр мынандай уақыт. Мысалы, бұл қанша? 23:50. 10 минут кешікті. И бұл күн сайын кешіге береді. Мысалы, бүгін 23:50, ертең уже 23:40 болады. Одан кейін 23:30 болады. Понимаете? То есть бұл не істесе күн сайын 10 минут не істей береді, кешіге береді. Вот. И получается, бұл дұрыс уақытты қашан көрсетеді? Когда ол не істейді? Қайтадан осы 12-ке түсіп кетеді қайттан. Понимаете? То есть ол біздің сағаттық тіліміз толық бәрін өту керек. Понимаете? Толық шеңбер өту керек. Яғни артқа жүріп жатыр ғой, артқа. Вот. Яғни ондай болса, ол не істеу санау үшін қаншаға нені қаншаға бөлуіміз керек деп ойлайсыңдар? Так, ну, жақсы онда. Давайте былай істейік бағар. Бізде жалпы не істеуіміз керек дейді? Толық ол 12 сағат жүру керек қой, балар. Қарасыңдаршы. Яғни біздің сағаттық тіліміз, бұл минуттық емес бағар, сағаттық тіл ғой. Толық былай айналып келу керек. И ол толық айналу үшін 12 сағат жүру керек қой. Артқа 12 сағат. Бірақ бұл 12 сағатты минутқа айналдырсақ, бізде шығады 12 көбейту 60, 720 минут шығады. Яғни қысқасы, біздің сағаттық тіліміз артқа 720 минут жүрді. Вот. Бірақ 720 минут, бірақ әр 10 минут ол бірақ күн дейді. То есть бір күнде 10 минут. Яғни біз 720-ны бөлеміз 10-ға, сол кезде күндер саны шығады. Яғни 72 күн шығады. Болды, жауап осындай. Поняли, не поняли? Так, ну давайте былай істеп көрейік. Ондай болса, кішкене түсінбесеңдер, онда градуспен санайықшы. Я, то есть бізде балар, біздің сағаттық тіліміз жалпы артқа ғана қайту керек қой, назад должен вернуться. Яғни ол 360 градус жүру керек. Бірақ ол мынаяқта 50 минут болып тұр. То есть мынаяқта қазір әр осындай бөлік қанша градус екен деп ойлайсыңдар. Соны бізге санау керек қой. Ну, қаншаға бөлеміз оны? Так, қанша градус болады? Мынаяқта 5 градус болу керек. 10 минут 5 градус болса, сол кезде 360 бөлеміз 5, 72 шығады. Так, жақсы. Келесі есепке өте берейік. Есеп номер так, қазір келесі есептерді беремін, дайын болыңдар. Келесі есептерің дайын уже. Ал, давайте, бірінші есеп Мұхамеджан оқи ғой. Есеп номер 1. Соңғы 17-ге аяқталатын Соңғы 17-ге аяқталатын 17-ге бөлінетін және цифрларының қосындысы 17-ге
тең болатын ең кіші санды тап. Так, тапсырма түсіндір ма? Яғни бізде бірнеше таңбалы сан бар. Біз білмейміз, қанша екенін. Бірақ соны 17 дейді. Соңғы, яғни екі цифра 1-7. И бұл еще 17-ге бөлінеді. Мынау барлық сан бар, үлкен сан. 17-ге бөлінеді. И цифрлардың қосындысы да 17-ге тең дейді. Түсіндір ма? Яғни ол осында ең кішкентай санды табу керек. Яғни бізде неғұрлым аз цифра болу керек қой. Вот. Так, яғни мына жақта кішкене балалар, сіздер өздеріңіз зерттеулерің керек. Мысалы, цифрлары 17-ге, қосындысы 17-ге тең болатындай. Мысалы, қазір 1 мен 7-ні қоссақ, уже 8 болып тұр. Значит, қалған цифрлардың қосындысы бізде уже қанша болады? 17 азайту 8, 9 болу керек қой. Вот. Яғни сендер мысалы мынандай варианттар қарастыра аласыңдар, мысалы 917, 17-ге бөліне ма, бөлінбей ма? Тексеріңдерші қазір балалар өздерің. Бөлінбейді. Бөлінбейді? Қалдық. Значит, 917 емес. Значит, келесі мысалы 800 уже қараңдар. 3 таңбалы уже болмай қалды бізде. Значит, 4 таңбалы қарастырайық. Мысалы 81, 17, мысалы 8117. 17-ге бөліне ма? Бөлінбейді. Қалады. Точно? Иә. Қалай тексердің сен? Калькулятор. Окей, калькулятор санай тұр. Мысалы басқа вариант көрейік. 2 таңбалы, 4 таңбалы. Мысалы 72, 117. Ешім, 4 таңбалы бола береді, бірақ мына қосындысы 9 болу керек қой. Мысалы, ол болмаса 63017 деп бүкіл варианттарды қарастырасыңдар. Келесі 5. Мұхаммед, оқимыз. Мектепшілік концертте біздің сыныптан 3 оқушы қатысты. Өнерлерін көрсетеді. Олардың екеуі өлең айтады, біреуі билейді. Айнұр мен Дана әртүрлі өнер көрсетеді. Так, мына жақта екеуі өлең айтады дейді. Біреуі билейді. Айнұр мен Дана. Так, мына жақта үшінші оқушы айтылмаған, аты. Так, мына жақта үшінші оқушы бізде, давайте атын Мұхаммед деп қойық. Окей? Мұхаммеджан бола берсін. Так, бізде жалпы 3 оқушы бар. Айнұр, Дана және Мұхаммеджан. Екеуі өлең айтады, біреуі билейді. Айнұр және Дана әртүрлі өнер көрсетсе, онда Мұхаммеджан қандай өнер көрсетеді? Ол өлең айта ма или билей ма? Өлең айтады. Өлең айтады, дұрыс. Неге? Өйткені екеуі өлең айтады, ал біреуі билейді. Значит, Дана ол билейді, а Айнұр өлең айтады. Или наоборот. Или наоборот. Значит, Мұхаммедке тек қана не қалады? Өлең айту. Өлең айту қалады. Дұрыс. Өлең айтады. Өлең деген өнер көрсетеді. Я мына жақта есеп кішкене қате құрастырылған, толық емес. Бірақ мына жақта шарт мен ойымша түсінікті. Так, жақсы, кеттік. Есеп номер 6. Мейіржан, оқи бер. Велосипедші тауға 12 км сағат жылдамдықпен шықты. Ал таудан сол жолмен 20 км сағат жылдамдықпен түсті. Таудан түскен кезде тауға шыққанға қарағанда 16 минут аз жұмсады. Тауға шығатын жолдың ұзындығы нешеге тең? Итак, тауға шығатын жолдың ұзындығын біз білеміз ба, білмейміз ба? Білмейміз. Білмейміз. Бірақ, давайте соны суретін салып көрейікші өзіміз балалар. Окей? Давайте суретін салып көрейік. Бізде кішігірім бір тау салыңдар болды. Қарапайым тау. Тау деген білесіңдер ғой, қарапайым шың сияқты, вершина. Немесе бір кішкентай бір үшбұрыш сияқты былай. Окей, вот. Андай тау. И біздің велосипедші жоғары көтерілді бірінші.
жоғары көтерілді и потом төмен түсті. И айтып жатыр, что жоғары көтерген кезде жылдамдық 12 км сағат, ал төмен түскенде уже әрине тезірек болады, 20 км сағат. И айтып жатыр, что таудан түскен кездегі тауға шыққанға қарағанда 16 минут аз жұмсады. Ну, понятно, что төмен ол тезірек түседі. Вот. И бізге айтып жатыр, тауға шығатын жолдың ұзындығы нешеге тең деп. Вот сол жолдың ұзындығын біз білмегеніміз үшін давайте бұл жолды қанша деп алсақ болады? Какой-то бір әріппен алсақ болады. Ну, қанша болсын? Біз балалар білмейміз ғой, білмейміз. Білмегеніміз үшін қалай алсақ болады? Y. X. Ну, y, x маңызды емес, x алу керек. Ондай болса, біздің велосипедші тауға шығу үшін қанша уақыт құртты? Оны уақыт санау үшін нені не істеу керек? Не істеу керек біз жалпы? Уақыт санау үшін. X. Балалар, енді бұл бастауыш сыныптың тақырыбы ғой мынау. Уақыт S санау үшін, бөлу Y иә, сен. Да. иә, енді мына жақта бізде не болып тұр? S, яғни қашықтық не болып тұр? Жылдамдық не болып тұр? Қашықтық X, жылдамдық 12 км сағат және 20 км сағат. Вот. Ондай болса, жоғары көтерілу уақыты қаншаға тең нақты? Яғни сендер S, V емес балалар. X пен 12 арқылы айтсаңдаршы, енді қанша болады? Нені неге бөлеміз? X бөлінген 12 км. Вот. Мынау бізде уақыт берді. Енді тура солай. Түсу уақыты. Иә, енді ол жоғары көтерілді ғой, мына адам бар уже жоғары көтерілді. Енді ол төмен түсу керек. Төмен түсу керек. Ондай болса, оның уақыты қанша болады? 20 бөлінген 12. Қате. Оның түсу уақыты балар. Ол қанша қашықтық жүрді ол? Төмен түсу үшін қандай қашықтық жүріп жатыр? 20. 20 ол қашықтық, ой, жылдамдық қой ол. Қашықтық қандай төмен түсу үшін? X. 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 Енді оны қаншаға бөлеміз X-тан? 20-ға. Иә. Вот, мынау қайттан не береді? Бұл уже түсу уақыты. Понимаете? Мынау X бөлу 12 это жоғары көтерілу, мынау төмен түсу. Енді сұрақ сендерге, осы екі уақыттың қайсысы үлкенірек? X бөлу 12 или X бөлу 20 ма? Қай уақыт көбірек? X бөлу 20. Жоқ, X бөлу 20 емес. Сонда сен X айтып жатсың, бөлу что 12. төмен түсу уақыты көбірек құртты ма сонда төмен түсу үшін? X бөлу 12. Әрине, мынау үлкенірек болады. Енді айтып жатыр, что осы арасы, міне шарт тоқсандар балар. Екеуінің айырмашылығы 16 минут дейді. Яғни үлкен уақыттан кіші уақытты азайтсақ, бізде шығатыр 16 минут. Бірақ проблема неде, что мынау бізде уақыттар немен беріліп тұр? Біз немен санадық? Уақыттарды немен санап отырмыз? Қандай өлшеммен? Өлшем қандай болып жатыр балар? X-ті біз километр деп алдық. Мына километр сағат болса, значит, мыналар әрқайсысы сағат емес па? Дұрыс па? Значит, мынау біздің 16 минут дегеніміз қате кішкене. Значит, біз 16 минутты сағатқа айналдыруымыз керек. Енді 16 минутты сағатқа айналдыру үшін не салу керек бізге? Ну? 60 бөлеміз 16. Жоқ. Мындай емес. Наоборот, 16-ны 60-қа бөлеміз. 60-қа көбейтеміз.
Жоқ. Нет? 16-ны 60-қа бөлеміз ғой, наоборот. Вот сол кезде сағат шығады бізде. Мысалы, вот 60 минут, ол қанша сағат? Бір сағат. Неге? Потому что 60-ты бөлеміз 60-қа. 1 сағат шығады. Да. 30 минут, ол қанша сағат? Нет. 0,5. 2-ден 1. Себебі 30-ды 60-қа бөліп жатырмыз біз. 2-ден 1 шығады. Тура сондай міне 16 бөлі 60 сағат шығады. Яғни қысқасы бізде не шықты? Бар. Қарапайым бөлшектік теңдеу шығып жатыр. Міне x бөлі 12, азайту x бөлі 20, тең 60-тан 16. Мынаны 4-ке қысқарта салуға болады. Сонда бізде шығады үстінде 4, астында 15. Яғни балалар, сендердің қазір мақсаттарың мынау қарапайым осындай теңдеуді шығара салу керек. Түсіндіңдер ме? Так, ал дәптерден көшіріп алыңдар мына теңдеуді. Сендерге давайте ровно 3 минут берем, 3 минуттан кейін шешім көрсетемін. Ал, давайте. Санжар, Мұхаммед, тапсырма түсіндіңдер ме сендер? Иә. Так, давайте тезірек. Мына есепті шығаруларың керек. Итак, балалар, міне қандай ой бар екен, не істеу керек? Неден бастадыңдар? Ортақ бөлімді табу ма? Иә. Ортақ бөлім табу. Ортақ бөлім қанша екен бұларда? 60. 12, 20, 15-те 60 болады. Молодец. Значит, біз бүкіл 3 бөлшекті 5 пен 3. көбейтеміз 5 60-қа. пен 3. Көбейтеміз 60-қа. Ондай болса 60 12 бөлсек қанша шығады бізде? Енді вот қараңдар балалар. 5. X бөлі 12 көбейтесіңдер 60-қа. X бөлі 20 көбейтесіңдер 60-қа. 5 болады. 4 бөлі 15 көбейту 60. Енді әр қайсының жағына 60-ты көбейтіп жібердік. Не үшін көбейтіп жібердік? Чтобы қысқарту үшін. Иә, біріншісінде мына жақта 5x шығады. Иә, 5 болады. А екіншісінде қанша қалады? 20 мен 60-ты қысқартсақ қанша шығады? Иә, 3x. 3x. 60 пен 15-ті қысқартсақ ше? 4. Иә, сонда 4 көбейту 4, оң жақта 16 шығады. 16. Ну, енді ары қарай өздерің шығарасыңдар, қанша болады сонда x? X-тен 4. Жоқ. Ой, 8. X-тен 8 болады. Болды. Енді бізге сұрақ қандай еді балалар? Сұрақ.
Бізден сұрап жатыр. Тауға шығатын Алмас жолдың ұзындығын тап дейді. Яғни қашықтықты сұрап жатыр ғой, біз x деп алдық қой ең басында. Значит, біздің жауабымыз 8 километр. Что гениален. Вот. Так, жақсы. Келесі есеп 7. Так, кішкене үлгермеуіміз мүмкін, бірақ сонда да бастай берейік. Так, Санжарик оқи бер. Тапсырма 7. Сейчас, ага, если подключить. Так, Айлан оқи бер оны 7. Асқар, Асан, Алмас, Ақылбек и Азамат бір үйде тұрады. Екеуі бірінші қабатта және үшеуі екінші қабатта. Алмас пен Азамат тұратын этажда Ақылбек тұрмайды. Асқар мен Алмас тұратын қабатта Асан тұрмайды. Бірінші қабатта кім тұрады? Мгм. Так, жалпы бізде қанша бала бар екен, жалпы? 5. Бесеу, иә? Итак, бізде айтып жатыр. Алмас және Азамат тұратын этажда Ақылбек тұрмайды. Значит, олар үшеуі, Алмас пен Азамат бір этажда тұрады, ал Ақылбек басқа этажда тұрады, иә? Дұрыс қой, енді Алмас пен Азамат бір этажда тұрады. Бір дегенде бірінші емес. Я, может быть, екінші шығар. Ал Ақылбек уже басқа этажда тұрады. Бұл түсінікті. Тура сөйтіп, Алмас пен Асқар дейді. Бір этажда тұрады, ал Асан уже басқа этажда тұрады. Бірінші қабатта кім тұрады дейді. Так, давайте ойланып көріңдер, балалар. Асқар, Алмас және Азамат бірге тұрады. Ақылбек және Асан бірге тұрады. Так, қайттан кім мен кім тұрады дейсің бірге? Алмас, Азамат және Асқар Бұлар бірге бірге тұрады. тұрады. Молодец, бірге тұрады. Ақылбек и Асан бірге тұрады. Бірге тұрады, дұрыс. Бірақ кім қайсы қай этажда бізге уже нақты біз білмейміз, нақты. Айтылмаған, дұрыс. Значит, осы үшеуі де бірінші этажда болуы мүмкін. Немесе осы екеуі де бірінші этажда болуы мүмкін. Есептің шарты толық болмағандықтан екеуі де дұрыс бола береді. Вот. Так, я дұрыс болды. Келесі есепке өте береміз. Так, мынау бізде 32-ші бет, 33-ші бетке өтеміз, Негізі кітаптарында бар негізі балар. Барлығы кітаптарында алтын сақа деген кітап қой. Тура сол ғой. Так. Ал міне. Есептерің дайын. Вот кішкене осындай есеп геометрия. Так, тапсырма 8. Төмендегі тор көздеріндегі кішкене квадраттардың ені 1 сантиметр болса, онда боялған бөліктің ауданы қанша болады дейді. Яғни бізге табу керек боялған аудан. Так, балалар, сіздер қазір дәптерге 4ке 4 клетка бар, 4ке 4 клетка шаршыны осылай несеп алып, бөліп алып, ішіне осы суретті салып алыңдар да ижемелеп ауданын таба беріңдер. Ал, давайте. И айтып жатыр, что әр клетканың ұзындығы 1 сантиметр деп ала берсек болады дейді. То есть, мысалы, 1 деп, жарай ма? Бәрін 1 сантиметр деп қарастырсақ болады. Ұзындықтары. И еске түсіреміз. Егерде бізде шаршының ауданын табу үшін әшейін 1-1 көбейте саламыз, ол не болады? Ішінде 1 болады. Бірақ жартысын санау үшін, яғни үшбұрыш санау үшін не істейміз онда? 2-ге бөлеміз. Сол кезде ол шығады, 0,5 шығады. Вот осыны қолдансаңдар болады. Ағай, Ау,
мынау хорошо, типа қалай болады мынау хорошо. Кішкентай болған, типа болған кішкене. Так, ну давайте жәмен деп бастайық, иә? Если подсказка бере бастайын. Итак, енді сендер балалар мына фигураны өздерің былай бөлік-бөлік тапсаңдар болады, да, бөлек-бөлек. Мысалы, мынау боялған ауданы былай бөліп алуға болады. Мынандай үшбұрыш, иә? Оң жақтағы үшбұрыш кішкентай жартылай. Бұны сендер өзі санай аласыңдар. И мынандай үшбұрыш міне. Вот, яғни біз үш бөлікке бөлдік. Сендер әрқайсысын бөлек-бөлек табасыңдар балалар. Мынау кішкентайды, мынау орташа, мынау үлкенді санайсыңдар. Әрқайсысын бөлек-бөлек уже санауға болады. Енді сендерге ең оп-оңай сұрақ. Мынау ең кішкентай үшбұрыш қанша болып тұр? Мына жері. 0,5. Иә, дұрыс. 0,5 болып тұр. Уже таптық бұны. Молодцы. Мынау ше екінші. Сол жақтағы. бір Бір болады. Неге бір болады? Себебі. Так, балалар, біз мына есепте тоқтаған едік, иә? То есть бізге табу керек еді бүкіл боялған аудан. Так, и біз бастадық кішкентай үшбұрыштан, иә? Бір деген үшбұрыштан. Ол 0,5 шықты. Бұны түсіндік деп ойлаймын. Екінші бөлігі бұл бізде 2,1 деген үшбұрыш қой, міне. 2,1 деп айтып жатырмын, неге? Себебі 2 клетка, 1 клетка ғой. Иә, вот ортасындағы. Енді оның ұзындығын табу үшін, точнее, ауданын табу үшін, бізге бірінші давайте мына жалпы тіктөртбұрыштың ауданын тапсақ. Ну, понятно, что ол 2 болады, жалпы. Значит, диагональ өткізсек болады, диагональ. Оның жартысы болады. То есть жалпы 2 болды, значит, мына өзі не болады? Уже 1 болады. Вот сол үшін аяқта 1 сантиметр квадрат деп тұр. Окей? То есть мына бүкіл барлығы боялған уже бізде 1 болады екен. Вот. Осы жерде сұрақ бар ма мына жерде? Кім түсінбей қалды? Бәрі түсінді ма? Так, айтсаңдаршы балалар, мен өзімен өзім сөйлесуім керек емес. Бар, сендер де айтуларың керек. Енді сендер сабақтасыңдар ғой енді. Менімен бірге сөйлеп отырыңдар. Мен тосындым. Так, и енді үшінші бөлігі міне қараңдар. То есть мына жақта бізде клетка ұзындығы 4 клетка, ені 1 клетка. Бізге табу керек. Мына жерде міне осылай боялса. Вот. Бұны тапқандарың бар ма? Немесе кімде қандай ой бар екен мына жерде? Не істеуге болады? Ал? Кім түсінді? Бар ма екен, жоқ па? Ну, окей, оны былай істейміз балалар. Біз бірінші мынау төртбұрыштың жартысын табамыз. Жалпы төртбұрыштың өзі қаншаға тең болып тұр? Төртбұрыштың ауданы қаншаға тең болып тұр қазір? 4, иә? 4 көбейту 1, 4. Онда оның жартысы қанша болады? Мынау бүкіл жартысы 2 болады, иә? Енді бізге керек. Ол жартысы емес, бізге керек мына бөлігі. Сол жартының ішіндегі мына бөлігі керек қой. Иә? Ондай болса, оны қалай таба аламыз? Қалай ойлайсыңдар? Жоқ па идея?
Итак, оказывается, біз әшейін азайта саламыз мына кішкентай бөлікті. Бар, қараңдар. То есть мынау үшбұрыш бар ғой, міне ең кішкентай сол жақта. Бұл бізде 0,5 қой. Дұрыс па? 0,5. Ал мынау үшбұрыштың жалпы үшбұрыш, үлкен үшбұрыш, яғни диагональдан бастап, ол бізде 2 еді. Иә, то есть қараңдар, мынау жасымен бояп отырмын, мынаның бәрі бізде 2 еді. Ал мына кішкентай үшбұрыш, мына жері ол 0,5. Демек, мына қызыл бөлікті санау үшін 2-ден азайтамыз 0,5. Значит, ол болады 1,5. Значит, мына жақ 1,5 деген сөз. Түсіндер ма? Түсінікті ма? Иә. Болды. Демек, бұл 1,5 болса, біздің боялған аудан санау үшін міне 0,5 қосамыз 1, қосамыз 1,5. Сонда қанша болады барлық аудан? 3. Мгм. 3 сантиметр квадрат болады. Болды, жауап шықты. 3 сантиметр куб. Квадрат. Ой, квадрат. Так, келесі есеп. Есеп 9. Так, Санжарик оқи ғой 9-дан. Так, Мейіржан оқимыз 9-дан. Қауынның салмағы 6 алманың салмағына тең, ал 9 алманың салмағы 1 қарбызға тең болса, онда қарбыздың салмағы қанша тәтті қауынның салмағына тең? Мгм. Қандай болады екен жауап? Так, жалпы бәрінен сұрайын. Жауап қанша болады балар? Сразу айтуға болады. Так, кімде қандай жауап шықты? Бар ма жауап? Бір қауын қанша алма? Бір қауын 6 алма. 6х. А бір қарбыз қанша алма? 9х. Енді қарбыз қанша тәтті қауын дейді. Яғни, бір қарбызда қанша қауын бар десе. Не істеуіміз керек әшейін? 9-ды бөлеміз 6-ға. 1,5. 1,5 қауын. Иә, значит, бір қарбызда 1,5 қауын бар деген сөз. Болды ғой, неге ойланасыңдар бұлар? Оп-оңай, даже мына икстарсыз әшейін былай 9/6 бөле салуға болады сразу. Так, келесі есеп 10. Мейіржан, Мұхаммед оқимыз. Мұхаммед, дауысын естіліп жатқан жоқ. Калькуляторда пайдаланып 1-ті 7-ге бөлсек, 1/7 0 Оны оқимай қой. 1 Оқымай қой, бәріміз көріп тұрмыз оны. болатынын көреміз. Бұл осы заңдылықпен шексіз жалғаса береді. Периодты ондық бөлшек, онда осы ондық бөлшектің үтірден кейінгі 2017 цифры. Қандай болады, иә? Итак, біз балалар қазір 1-ді 7-ге бөлсек, бізде осындай шексіз сандар пайда бола береді. Иә, міне 0, 1, 4, 2, 8, 5, 7 ары қарай кете береді. Ондай болса, үтірден кейін 2017 орнында қай цифра болады? Ал, давайте ойланып көріңдер балалар. Мен сіздерге ровно 2000 беремін. Тапсырма түсінікті деп ойлаймын бәріне. Давайте 2 минуттан кейін ойланып көріңдер кішкене.
бір Иә, неге? 2017 бөлеміз 6 қалдық бір. Неге 6-ға Бірінші бөлесің? сан 6 цифр бар. 6 цифр қайталанады. Дұрыс айтасың. Себебі бізде ана жақта шынымен де бәрі қайталанып жатыр ғой, иә, міне. Қараңдар, қайттан, иә, 1, 4, 2, 8, 5, 7 и қайттан қайталанып жатыр. То есть бұл әр 6 сайын қайталанады. Сондықтан сендер 2017-ні 6-ға бөлесіңдер. Қандай қалдық қалады дедің сен? 1 қалдық, иә? Демек ол бірінші орындағы сан деген сөз. Қайттан бірінші орында ол 1-дің өзі тұр, значит, жауап 1 болады. Болды, тапсырма оп-оңай. Тапсырма түсінікті ма? Шешім. Болды, тапсырма оп-оңай. Келесі. Так, мынаны өздерің шығарасыңдар, бұл қатты қиын емес. Тапсырма 2. 2 оқимыз, Айлана. Зерделі ақыл ой мектебінің оқушылары автобуспен зерделі тез жазық лагеріне бармақшы. Және әр автобустағы оқушылар саны бірдей болу керек. Әуелде әрбір автобусқа 22 оқушыдан отырғанда бір оқушы қалып қойды. Егер бір автобусқа ешқандай адам мінбесе, қалған автобустарға дәл бөлініп отырар еді. Әрбір автобусқа көп болғанда 32 адам отыра алатын болса, бастапқыдағы автобустар саны қанша? Оқушылар саны қанша екенін тап. Рахмет. Жалпы бізде не бар? Бізде көп бірнеше оқушы бар, иә? И бірнеше автобус бар. Вот. Как раз бізден соны сұрап жатыр ғой. Қанша автобус бар екенін сұрап жатыр. Біз оны білмесек, балар, әрине. Не білмесек, оны x деп аламыз. Айталық, бізде x автобус болсын. Окей? X автобус болсын жалпы. Енді осыған қатысты, балар, біз сіздермен шартқа қатысты теңдеулер құрастыруымыз керек. Яғни бұл әшейін, балар, ауадан емес. Я? Шартқа қарап, шартты оқып, теңдеулер құрастырылған керек. Итак, бізге айтып жатыр. Әр автобустағы оқушылар саны бірдей болу керек дейді. Окей. Енді әуелде, яғни басында, әрбір автобусқа 22 оқушыдан отырсақ, бір оқушы қалып қойды дейді. Я? То есть, x 22 көбейтеміз x-ке. Я? Көбейтеміз x-ке. Бізде бір оқушы қалып қойды. Қайда қалып қойды? Сыртта қалып қойды. Ja? То есть, как раз осыны плюс 1 десек, бізде нам бәрі не береді, балар? 22 көбейту x қосы 1. Бұл не береді? Барлық. 23x. Бұл бізге жоқ, 23x емес. Осылай қала береді. Бұл бізге не береді? Бұл барлық оқушылар бермей ма? Дұрыс па? Осы лагердағы барлық оқушылардың саны береді ғой? Мынау дұрыс па? Осыны түсіндіңдер ме сендер? Алло. Түсіндіңдер ме, түсінбедіңдер? Қара, 22 оқушыны X автобусқа отырғыздық. Еще бір оқушы қалып кетті. Сыртта оны қоссақ, не береді? Барлық оқушылар береді ғой, бұл. Вот. Енді айтып отыр. Егер бір автобусқа ешқандай адам мінбесе дейді. Қалған автобустарға дәл бөлініп отырар еді. Яғни бізге айтып отыр, что егер бір автобусқа отырмаса дейді, ешкім отырмаса, значит, бір автобус жоқ деп ойлайық. Яғни бізде x минус 1 автобус бар деген сөз ғой. Вот. X минус 1 адам, X минус 1 автобус. Әр қайсысында бірнеше оқушыдан отыр. Біз оны білмейміз. Бірақ бізге не береді? Барлығы дәл бөлініп отырады дейді. То есть, барлығы қайттан оқушылардың санын береді. Барлық оқушылар. Түсіндер ме? Иә.
Иә. Вот. И бізге сұрап отыр, әр автобуста дейді көп болғанда 32 адам отыра алады дейді. Яғни мынау сұрақ белгісі 32-ден кіші немесе тең дейді. Яғни 32-ден аспайды дейді мына сұрақ белгісі. Яғни біз бір автобуссыз қалған автобустарға қанша адам сыятынын біз білмейміз ғой. Может быть, мына жақта 23 адамнан шығар, может быть, 24 адам, может быть, 25 адамнан шығар, біз білмейміз. Иә? Вот. Енді бізге, яғни осындай типа не бар? Жүйе бар ғой, осындай жүйе. Мгм. Енді бізде екеуі де үстіндегі теңдеу қара. Үстіндегі А болып тұр, оң жақтағы тоже А болып тұр, яғни астындағы. Значит, біз оларды әшейін теңестіре аламыз деген сөз. Яғни 22х қосу 1 тең х минус 1 көбейтілген сұрақ белгісі. Енді давайте ойланып көрейік балалар. Сұрақ белгісінің орнына қазір қандай не қоя аламыз? Қандай сан қоюға болады деп ойлайсыңдар? Яғни мына сұрақ белгісінің орнына қандай сан қоюға болады? Жиырма төрт. 24 қоюға болады, 23 қоюға болады, 25 қоюға болады. Яғни варианттар көп негізі. Вот. И давайте былай істеп көрейік. Мысалы 21 немесе 20, яғни 22-ден аз сан қоюға бола ма екен? Соны бір тексеріп жіберейік. Мысалы 21 қойсақ, онда бізде 22х қосу 1 тең шығады 21х азайту 21 шығады. Нет, да? Сондай болса, 21х-ті солға лақтырамыз, ол әшейін х болады. 21-ді наоборот 1-ді оңға лақтырамыз, ол шығады бізде минус 22. Яғни х бізде шығады минус 22. А бұл бізде мүмкін ба, мүмкін емес па? Х, яғни автобустар саны минус 22 бола ала ма? Жоқ. Әрине. Значит, мына жақта 21 бола алмайды. Вот. Давайте 20-ны көрейік ал, мысалы. 20 болса, тура сондай шығады бізде. Яғни 20х азайту 20, 20х-ті солға, 1-ді оңға лақтырамыз. Яғни бізде шығады 2х тең минус 21. Яғни х шығады вообще минус 10 жарым шығады. Бізде минус болмайды, автобустар саны ғой бұл. Автобустардың саны минус болмайды балар. Яғни қысқасы не деген сөз? Мынау сұрақ белгісінің орнында бізде оң жақта 22-ден төмен сан бола алмайды. Әрине 22-ден үлкен болу керек. Мысалы 23 болады, 24, 25 может быть. Түсіндер ма? Вот давайте сол үшін бастайық 23-тен. 23 болса мысалы, иә? Давайте өздерін теңдеуді шығарып көріңізші өздерің. Х қанша болады сонда? Давайте тез балалар жақшаларды ашып, х қанша болады екен? Так, ну х шықты ма? Кімне қанша шықты? Так, онда сұраймыз. Санжардан. Санжар,
жақшаны аша ғой. Оң жақтағы жақша қалай ашылады? 23x минус 23. Ары қарай? X 22 23x 22-ге x-ға плюспен келеді. Жоқ, қате айтып отырсың Санжар. Так, жалғастырамыз, Мұхамеджан. Одан кейін не істейміз? Одан кейін айта бер. Мұхамеджан. Так, Мұхамеджан сабақта емес. Салам алейкум. Сабақта. Енді айтпайсың ба? Білмеймін. Жақсы. Мейіржан, айтамыз. 22x азайтылған 23x. Окей. Сан Айтса ары қарай, не болады ары қарай? плюс 1 қосылған 23. Мынау балалар 5-ші сынып есебі ғой, мынау балалар 5-ші сынып есебі. Сендер олимпиадшысыңдар ғой кішкене. Х-тарды бір жаққа жинап жатсыңдар. Онда сандарды басқа жаққа жинайсыңдар ғой, болды ғой. Біз осы уақытқа дейін мен қазір 21 үшін шығардым, 20 үшін шығардым. Бәрін бірдей шығардық қой. Мен түсінбедім что-то сендерді. Окей, 23-ті былай лақтырдың. Ондай болса сандарды оң жаққа лақтырасың ғой. Ондай болса сендерде шығады минус 23. Мынау плюс 1, значит, онға минус 1 болып барады. И қанша болады 22 минус 23? минус 1. Минус x шығады. Оң жақта қаншаға тең мынау? минус 24. Значит, x қаншаға тең? 24. Демек, x 24 деген сөз. Ондай мүмкін ба 24 деген? Яғни x 24 бола ала ма жалпы? Бола алады, потому что ол оң сан. Болды. Значит, біздің оң жақта сұрақтың белгісінің орнына 23 дегеніміз дұрыс болды. Егер де аяқта мысалы шықпай қалса, демек сендер 24 деп, 25 деп, яғни ары қарай көтере беретін едіңдер. Болды. X 24 болып тұр, значит, бізде. Бұл автобустар саны. Ондай болса, оқушылар санын қаншаға тең? Оны қалай санаймыз, оқушылар санын? Бәрің айтыңдар. Любойың айта аласыңдар. Оқушылар санын санау үшін не істеуіміз керек? Ну? Оқушыларды біз қандай әріппен алдық, балалар? Естілмей жатыр. А деген кім бізде балалар? А деген кімдер болар? Қосылады. Ну, енді А-ны қалай табамыз? 22-ні көбейтеміз, 24-ке қосамыз бірді. Иә, дұрыс. Рахмет, Айлана. Мынау қанша болады? Тез санап жүріңдерші өздерің.
529. 625. 529. Так, келесі есеп. Так, Санжар оқимыз. A, B, S üç adamın içinde A'nın жылдамдығы 100 метр мil, B'nın жылдамдығы 80 метр мil, S'nın жылдамдығы 75 метр мil. Не ол A мен деген? шығыс ел- А? Не ол мен деген, не ол? Минут. минут. A шығыс елді мекеннен Б мен С батыс елді мекеннен бір уақытта шықты. Жолда А мен Б кездескен кейін 3 минуттан кейін А мен С кездесті. Шығыс батыс елді мекенде ара қашықтығын табыңдар. Мгм. 8 ұпай. Так, не істеуіміз керек бірінші? Бірінші олар А мен Б-ның бірге жүрген уақытын Оны қалай табасың сен? қосып Жоқ, сен қате бастап жатсың, Санжар. Бәрінен сұрап отырмын, балалар, жалпы неден бастауымыз керек? Шарттан. Дұрыс қой, енді шарттан, бірақ неден бастауым, одан да бөлек. Бірінші неден бастауымыз керек? Біз әрдайым айтамыз ғой, балалар, бұндай есептерді жалпы қашықтыққа, километр сағат, метр минут, яғни қашықтыққа деп аталады бұнда теңдеулер, жалпы есептер. Біз салуымыз керек, өзімізге кішкентай сурет салуымыз керек, кішігірім сурет. Тем более айтып жатыр міне, шығыс елді мекенінен и батыс елді мекенінен. Шығыс деген ол бізде қай жер міне? Шығыс, это восток міне, шығыс. Мынау батыс. Атырау, Ақтау жоқ қой мынау. Мынау шығыс. Өскемен, Семей жақтан айтып жатыр не? Бір-біріне қарсы шығып жатыр дейді міне, бір-біріне қарсы шығып жатыр. И шығыс елді мекеннен кім деген 3 адам, А деген адам шығып жатыр. Оның жылдамдығы 100 метр минут. Яғни сендерден балалар, неден бастау керек дегеннен кейін сендер жауап бересіңдер. Суреттен деп жауап берулерің керек. Сурет салуларың керек. Суретсіз балалар, мынау есеп шығарылмайды сендерде. Түсінбейсіңдер әйтпесе. Ал батыстан бізде 2 адам шығып жатыр. В және С деген 2 адам. Олардың жылдамдықтары. В-нікі 80 метр минут, а С-нікі 75 метр минут. Вот. Яғни сурет болу керексіңдер дәптерлерінде. Суретті салып алдыңдар ма? Кстати, жылдам салып алдыңдар. Так, енді айтып отыр ары қарай. Суретті салдыңдар ма, салмадыңдар? Балалар, кішкене айтсаңдаршы, я жоқ. Мен кіммен сөйлесіп отырмын қазір? Салдым. Так, ары қарай. Енді айтып отыр, что бізде А және Б кездескеннен кейін, мысалы олар, мысалы мына жерде кездессін, мысалы айталық. Бұл жерде кездессін. 3 минуттан кейін, уже мысалы мына жерде деп айтайық. Уже мына жерде кездесті уже А мен С. Мына А және Б. Мына жақта А мен С кездесті. 3 минуттан кейін. Ондай болса шығыс және батыс елді мекендердің ара қашықтығын табыңдар дейді. То есть бізге сұрап жатыр, барлық қашықтықты сұрап жатыр. Қанша метр дейді. Түсінікті ма тапсырма? Окей. Ондай болса,
бізге не табу керек әшейін? Бізге табу керек, уақыттар табу керек мына жақта. Итак, балалар, біз давайте былай істейік. А және А-ның жылдамдығы бар, Б-ның жылдамдығы бар. Бізде қашықтық бар, X. Яғни бәрі X метр. Ондай болса олар қанша уақытта кездеседі десе, біз оны қалай шығара алатын едік? Кімнің есінде, не істеу керекпіз? Екі мысалы адам бір-біріне қарама-қарсы келе жатыр. Түсінікті ме? Арасы X метр. Онда олар қанша уақытта кездеседі деген сұрақты табу үшін не істеуіміз керек? Егер де адамдар бір-біріне қарсы жүріп жатса, бір-біріне қарама-қарсы, яғни бір-біріне жақын, иә? То есть друг напротив друга. Онда біз олардың жылдамдықтарын қосуымыз керек екен. Қосамыз. И қанша уақытта кездессе десе, біз қашықтықты, яғни x-ті бөлеміз олардың қосындысына, яғни 100 плюс 80, яғни 180-ге бөлеміз. Яғни бұлар осынша уақыттан кейін кездеседі деген сөз. Міне кездесті, міне мына жерде кездесті олар. Түсінікті? Енді тура сөйтіп балалар өздерің айтыңызшы, А және С қанша уақыттан кейін кездеседі? Оны біз қалай табамыз? Жүз бен 75-ті қосып, X-қа бөлеміз. Наоборот, қашықтықты бөлеміз жылдамдық. Біз қашықтық балалар бөлеміз әрдайым, яғни X бөлеміз. Сонда қанша болады екеуін қоссақ жылдамдықтарын? 175. Вот, 175. И айтып жатыр, что как раз таки арасы 3 минут дейді. Яғни 3 минуттан кейін кездесті. Яғни не деген сөз? X бөлі 175 бұл кішкене көбірек уақыт алды. Яғни 3 минут артық кетті. Понимаете? 3 минуттан кейін, яғни 3 минут көбірек уақыт жұмсады деген сөз. Яғни араларындағы айырмашылық 3 минут деген сөз. Яғни X бөлі 175, қазір азайтсақ X бөлі 180, как раз таки осы береді бізге 3 минут. Вот осына теңдеу шығады сіздерде. Болды. Енді осы жерден осы теңдеуді дәптерден тез-тез көшіріп алыңдар. Қалай шығару керек деп ойлайсыңдар? Не істеуіміз керек? Біз көбейтеміз немесе табамыз ортақ бөлім. Егер ортақ бөлім табу қиын болса, демек әшейін бір-біріне көбейте саласыңдар деген сөз. Яғни ортақ бөлімі бола береді 175, көбейту 180 бола береді. Екеуін бір-біріне көбейте саласыңдар. Демек біріншісін қанша көбейтеміз, екіншісін қанша көбейтеміз? Біріншісін 180-ге, екіншісін 175. Значит, біріншісі болады 180x азайту 75x тең 3. Енді ары қарай санайсыңдар, үстінде қанша болып жатыр мынау? Үстінде қанша x қалды? М? 180 азайту 75 қанша x болады үстінде? 5. Енді неге 5x. айтпай тұрсыңдар балалар? Не қиын ба не сонша? Не тең 3. Болды. Енді осы жердегі астындағы нәрсе бар ғой, оң жаққа лақтыра саласыңдар. Яғни 3-ке көбейтіледі ол. Яғни бізде теңдеудің сол жағында 5x қалады, теңдеудің оң жағында 3, көбейту 175, көбейту 180 деген нәрсе қалады. Енді осы жерден x табу үшін не істеуіміз керек? X табу үшін не істеуіміз керек? Оң жақтағы нәрсені 5-ке бөлеміз ғой. Яғни сендер оң жақтан бәрін бір-біріне көбейтесіңдер. Калькуляторларың бар ғой, соны қолдана беріңдер. И 5-ке бөлесіңдер мені.
И кімде қандай жауап шығады? Айта қойыңдар. Так, давайте сұрайық, онда Санжардан сұраймыз. Санжар қанша болады бәрін бір-біріне бөлсең? Бірді бөлген білмеймін. 18.900. 18.900. Иә, дұрыс. 18.900 шығады. 18.900 не? Не таптық біз? Ара қашықтық. Қашықты таптық. X. Иә, бұл метр деп тұр ғой. Значит, біз 18.900 м дейсіңдер, метр. Осындай қашықтықта екен олар бір-біріне. Шешімін түсіндіңдер ма? Өздеріне көшіріп алдыңдар ма? Иә. Бопты. Сұрақ болмаса келесі есепке өтеміз. Есеп 4. Так, 4-ті оқимыз. Кім бізде? Айлан оқи бер. Төмендегі теңдік дұрыс болатындай етіп 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цифрларын кубиктің орнына қайталамайтындай етіп орналастыр. Так, значит, мына жаққа бізге 9 цифраны квадратиктар шаршылардың ішіне орналастырып, қайталанбайтындай и теңдеу болу керек, иә? То есть бізде тең болу керек. Теңдік орындалу керек. Так. Ну, енді бұл кішкене сендерге неге байланысты, өздеріңе байланысты. Сандарды қалай қоясыңдар, мысалы, да? Қалай орналастырасыңдар дегендей. Вот. То есть, мысалы, бізде 2 таңбалы сан, 1 таңбалы санға бөлеміз. Ол тең 2 санның көбейтіндісі минус 1 сан, 1 цифра. Еще бәрі цифр ғой бар. Яғни өздерің мына жақта табуларың керек. Кішкене әрбір қарастырасыңдар. Давайте істеп көрейік. Мысалы, мынау 9 болса, иә? Мысалы, 9 азайту, мысалы, қанша болсын? Мысалы, 1 көбейту 3 болсын, айталық. Значит, бәрі 6-ға тең. Значит, сендерде бірінке болу керек, что 6-ға тең болатындай. То есть, мысалы, қалай істесек болады? Мысалы, 2 сан бір-біріне бөлгенде 6 болу керек. Мысалы, қандай варианттар бар? Мысалы, 42 бөлу 7. Болады ма? 6? Иә. Болады міне. Тағы да қандай цифрлар қалып кетті міне. Міне 4, 2 қолдандық, 3, 1 қолдандық, 9 қолдандық, 6 қолдандық. Яғни бізде қалды тек қана 5, 7, 8. Бірақ мына жаққа 5, 7, 8-дерді былай қойсақ, бірдеңке болып. Бізде бәрібірде 6 шықпайды. Значит, мына вариант қате деген сөз. Ну, сөйтіп өздерің қарастыра бересіңдер балалар, басқа варианттарды. Мержан, сен бірдеңке айтқың келді ма? Менде мындай бар. 12 бөлеміз 4-ке. Тең 3. 3 көйті 5, 15, азайтылған 6. Тең 9. Қалай ол 9 бен 3 тең болып тұрма несінде? Қалай өзара тең олар, Мержан? Сенде мынау 9 болып тұр ғой. А мынау 3 болып тұр. 3 пен 9 тең ба сонда? Жоқ, қате. Вот, сөйтіп қарастырасыңдар балалар өздерің. Түсіндіңдер ма? Так, келесі тапсырма міне айтып жатыр. Так, тапсырма міне былай кубиктар бар. Ұзындықтары 1, мына кішкентай 1, одан кейін 2, одан кейін 3. Мынау 5 дейді. Түсіндім. Жалпы 4 куб бар дейді. Тура суреттегідей.
Ондай болса пайда болған көп жақты дененің толық бетінің ауданы дейді. Яғни бізге санау керек толық бет. Толық бет деген сөз бұлар бізде не? Бұлар бізде мынау аудандар ғой, аудандар. Яғни мынау аудандар, мысалы мынау шаршының ауданы, мынау шаршының ауданы. Одан кейін мынау тұр ғой міне кішкентай бөлік. Осы бөлікті санайсыңдар, мына бөлік санайсыңдар. Яғни қысқасы бізде пайда болған бір-біріне жабыстырылған фигураның сыртқы беттерін санайсыңдар ғой. Түсіндіңдер ма? Сыртқы беттерін. Сөйтіп жалпы қанша аудан шығады, мына барлықтарын қоссаңдар. Әрине бұның несі бар? Еще сол жақтағысы бар, ана артында бар, астында бар, иә? Соның бәрін бір-біріне аудандарын тауып, бір-біріне қосып жібересіңдер. Тапсырма түсінікті ма? Алло. Иә. Так, вот осы тапсырмалар сіздер ертеңге дейін болады. Үй жұмысына қалады. Болды балалар. Бүгінге осы. Кейін записта тағы да қарасыңдар болады. Бір-екі түсінбесеңдер. Давайте сау болыңдар. Ағай, менде 4-ші амал бар.